Әлихан. Әй, Әлихан. 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 Тұр, сабаққа кешесің. Тұр бұл. Не жатсың о? Түні бойы компьютерде отырғансың ғой тағы да, е? Ол кез. Тұр. Сабақты мен оқиын ба, сен оқисың ба? Тұр, мау бас неме. Әлихан. Тұр деймін саған. Шалбарын қараш, тым болмаса киімдерін де жинамайды. Әлихан, тұр. Қайтып келем қазір. Тұрмасың бар ғой, саған көрсетем мен қазір, саған көрсетем. Осы біздің Әлихан адам бола ма, болмайын өзі. Балары тез-тез кететін уақыттарын болып қалды. Шай қиям, не? Нан мен май, міне, ала ғой. Әлихан, қайда кетіп барасың? Мам, мен кеш келем. Кешіккеніңіз таңғасын ішпейсің ба? Онда баланы ала кет мынау, жүр. Қайда кетіп барасың? Мә, сабақтан кешігетін болды. Жарайды, жолдарың болсын, жолдан абайлап өтіңдер. Тыңдамай айтқаны. Міне, тағы да телефонын қалдырып кетті. Осы біздің үйде Әлиханға да телефон керек жоқ. Әдия, телефонды қой, тамағыңды іш. Тамақ ішкенде телефон ұстамаңдар деп қанша рет айтам? Мінекей, шайыңды іш. Қыздар WhatsApp-қа кірді бет. Не болды? Тамағыңды шайыңды іш. Сонымен бүгінгі тақырып барлықтарыңа түсінікті ғой. Егерде сұрақтарың болып жатса, ертеңге дайындап келіңдер. Жарай ма? Ұялмаңдар, сұрақтарыңды қойыңдар. Жарайды, осымен сабақ аяқталды. Сосын, бұдан кейін кешігуді тоқтатыңыздар. Бұл соңғы ескерту, жарай ма? Жақсы, сау болыңыздар. О, біздің компьютер гении келді. Ей, Алик, сен Нұрсұлтан Әмір деген айтишник туралы естідің бе? Ол ше, ойлаш, бір уақытта 6 гигант бірақ шақырады ғой. Google, TikTok, Amazon, Facebook, Microsoft, Snapchat. Ойлаш 6-ағын бірге. Шашшы Нұрсұлтан Әмір. Алик. Қыздар, селфи, давайте тез-тез. Алик. 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 Эх, Алик, Алик. Сен оны армандамай қой. Ол саған өмірі қарамайды. Не ол? Давайте тағы бір кадр. Вот осыны салыңдар. Осыны салыңдар. Қалай түсінбейсің, сен маған ұнайсың ғой, Сабина. Сен маған ұнамайсың. Жібер қолымды. Қолымды ауырттың, жібер. Ұнамайсың. Жібер деді ғой саған. Жібер қолымды. Ай! Батыр болып кеттің бе? Жібер деймін. О, қымысты. Ол не басқара?
Фамилияң кім? Мейрамбек. Фамилия? Құмаш. Сенің? Қомар. Сабақтан соң менің кабинетінде жолығамыз. Неге сонша кешігіп жүрсің? А? Сен өзі не ебтіріп жүрсің? Деканаттан телефон соқты. Біреумен төбелесіпсің. Бұзық дейді. Біз сені сабақ оқып жүрде жүрсек, шешең күн ұзаққа телефон соғып ала алмады. Сен тағы да телефон жоғалттың ба? А? Мен саған сөйлеп тұрмын ғой, жауап берсейші. Жоқ. Ой, сен адам болмассың. Бас салып неге айғайлайсың? Тағы аш жататын бол. Қой шай, сен де осының сөзін сөйлеп жеткіздің ғой. Сүйінші хабар. Қазақстан қоржынында алтын медаль. Пауэрлифтингтен Давид Дегтярев Токиодағы Паралимпиада ойындарында жеңіске жетті. Жерлесіміз 54 келіге дейінгі салмақта 174 келіні бағындырды. Француз және грек спортшылары отандасымызға есе жіберіп, күміс пен қолан иеленді. Өздеріңіз білесіздер, жақында біздің жерлесіміз көкшетаулық Давид Дегтярев Паралимпиада чемпионы болды. Алтын медаль иегері атанды. Ол өзінің жеңісін жерлестерін арнады. Ал біздің қолымыздан не келеді? Өткенде сіздерге мынау тәуелсіздіктің 30 жылдығына бірден ойластырыңыздар деп едім. Кімде қандай ой бар? Ағай, менде мынандай бір ой бар. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы деп логотип жасайық, есесіне кез келген адам әлеуметтік желіде өзінің авасына қояды. Да? Дұрыс па? Ой, Макс, сол да жаңалық болып па? Оны уж давно ойлап тастаған. Айтыңдаршы бәрін. Ой, Сабина, өзіңше. Сенде селфи жасайық деген ойдан басқа ой жоқ қой, да? Ей, не болған саған? Тыныш. Бізге бір ай уақыт берілді. Сондықтан ойланыңдар, табыңдар. Келе ме? Жақсы. Қош жаным, енді сол үшін ренжисің бе? Сен қыздарға лайк басып, комментарий жазасың. Ал егер де мен танымайтын жігітке подписка жасасам, сен маған ренжімейсің бе? Жаным, ол деген енді бөлек оқиға емес пе? Бол, тез Инстаграмға кір де отписка жаса. Жаным, отақан, жарайды, міне. Қараш. Кірдім? Міне, отписка. Болды. И вообще, егер де сен
қыздарға лайк бассаң, значит, сен мені сүймейсің. Мына телефон ба? Лақтырып жіберейін бе? Саған сол керек пе? Ой, Жан, күте тұршы енді. Жан, тоқташы. Anasım, qararınız. Anasım, qararınız. Anasım, qararınız. Anasım. Неге айғайлап тұрсың? Естіп тұрмын ғой мен сені. Айта бер. Ендеше қаласайсың. Шаян! Не дейді? Не дейді? Неге айқалап жатыр? Сіздің телефоныңызға бақыт вирусы қонды. Сенде де солай ма? Менде де солай. Бақыт вирусы? Бақыт вирусы? Қызы екен.
Саған да келді ғой. Иә, маған да келді. Маған не болды? Есті ойлам салынбай жатыр. Қараңдаршы бәрін. Интернет жоқ. Мынаны қараш. Бақыт вирусы. Бақыт вирус? Менде де қара. Қане. Мынау гүл не істейміз? Интернетсіз қалай өмір сүреміз енді? Мен тикток қалай түсірем? Менде де бақыт вирусы деп. Менде жүрек мынау несі? Қыздар, енді интернетсіз қалай өмір сүреміз, а? Ой, қыздар, қойыңдаршы. Сонда не интернетсіз өмір жоқ па не? Қарасай бер, бақыт тура көз алдымда тұр ғой. Ой, қойшы сен, а? Сен бақыт болсаң, мен арманмын ғой. Саған арман. Өте қуаныштымын, Армашка. Қыздар, жүріңдер шай ішейік. За мой счет, а? Макс, сенің мұндай джентльмен екенін білген жоқпыз. Білмесең білетін боласың. Алик, барасың ба? Жүр, Алик. Жүріңдер. Жүр, Алик, жүр. Пирожки, пирог, пицца. Ал қыздар, ішіп отырыңдар, ұялмаңдар. Қыздар, жігіттер, мен сендерге бір анекдот айтайын, я? Короче, бір колобок болады. Колобок жүгіріп келетіп, асылып қалады. Ойлаңдаршы, дөңгелек қой, асылып қалады ана арқанға. Алихан, сен де күледі екенсің ғой. Негізі ше, осы бақыт вирусы барлығымызға жақсы әсер еткен сияқты, я? Ой, Сабина, сен кімнің қасында отырғанды білмейсің ғой? Ол жігіт, көресің әлі, әлемді төңкеретін бір программа ойлап табады. Бұның миы бар ғой? Бұның миы мегамоз. Генератор идея ғой бұл. Армысыздар, тікелей эфирде Көкше ақпарат, студияда Жансұлу Женқұл. Бүгін Көкшетау қаласында қызықты жағдай орын алды. Шаһар тұрғындарының қалта телефондарына вирус түскен. Мамандардың пайымынша бұл бақыт вирус екен. Бұл қала халқының жұмысына кедергі келтірді. Дегенмен көшеде жүрген адамдарға бұл ұнаған сияқты. Өйткені жүздері жадыраңқы, біртүрлі қуаныш сезімі билеген секілді. Бақыт вирусының кесірінен интернеттің жоғалуы адамдардың бір-бірімен байланысын күшейтті. Олар бүгін өздерін бақытты сезінуде. Көшеде де, саябақта да серуендеп жүрген тұрғындардың бәрі күлімдеп жүр. Мен өзім бірінші рет мұндай бақытты күннің куәсі болдым. Міне жаңалық деп осындай. Керемет жаңалық екен шынымен де. Мінекей, Әлихан да бізбен бірге тамақ ішетін болыпты. Әрине, тамақ ішпей қайтеді. Мұның да интернетіне бақыт вирусы түсіп кеткен болды ғой. Не де болса сол бақыт вирусын ойлап тапқан адамға алғысым шексіз. Алғысымызды тамақ ішіп алып айтайық, ә? Ал, кәнеке, тамақтан алыңдар. Шай ішіңдер, ыстық шай. Тамақтан ал, кәне. Ыстықпай алып отырыңдар. Жалғастай өндір. Сіз естідіңіз бе? Журналистер кешегі бақыт вирусы осы жерден тарады депті. Қазір бізге келеді. Пресс-конференция өткізуіміз керек. Бұл енді барып тұрған заң бұзушылық. Не деп ақталамыз? Лицензиядан айырмаса болды. Жоғары жақ естісе не істейміз? Сіз жассыз. Сіз сөйлеуіңіз керек. Бәрі бастарын алып қашып отыр. Сіз жассыз, өз ісіңіздің шеберісіз. Жарайды. Келістік. Жақсы.
Бұл енді мынау жас студенттердің тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған тарту десек те болады. Біз мынау IT мамандары қаламызға бір жақсы дүние сыйласақ па деген ойда болдық. Сондықтан да мынау студенттерге тапсырма берілген. Енді бұл студент бізбен ақылдаспай өзінше бір жақсы сый жасағысы келген екен. Меніңше бұл құптарлық нәрсе, батыл қадам деуге де болады. Енді халық бұған енді түсіністік танытып, кешіріммен қарайды деген ойдамын. IT университеті бұл жағдай үшін кешірім сұрап жатыр. Ал Қазақстан халқы болса, бұл жағдайға ерекше мән беріп, Алматы, Нұр-Сұлтан қалаларының тұрғындары бұл вирустың бізге де келгенін қалаймыз деп жатыр. Аға, әке, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Сіздерге қояр бір-екі ауыз сауалым бар еді. Біздің Көкшетау өңірімізге кешеден бері бақыт вирусы атты вирус келіп, жастарымыз қазір күндері телефонсыз өткізуде. Бұл мәселеге жастарымыз өте қатты алаңдаулы. Осы сауал төңірегінде бір-екі ауыз өздеріңіздің ойларыңызды білдірсеңіздер. Кеше ғана көрген жоқпыз ба біз? Жаңалықты. Телеарнадан көрдік. Маған ұнап қалды. Бақытты вирус біздің қаламызға, осы Астана, Нұр-Сұлтан қаламызға келсе екен деп ойлауда жүрмін мен қазір. Бізді де бақытты қалам екен деп, сол бақытты вирус деп. Үміттеніп жүрміз ғой. Интернетсіз адам қалай өмір сүреді? Интернетсіз күшті ғой, бақыт вирусы. Достарыңмен ашық араласып сырларыңды айтасың. Достарыңмен ойнап, би-билеп, ән айтасың. Кеше Көкшетаулықтарда бақыт күні болыпты. Біздерге де сол бақыт күні келсе ғой. Көкшетау қаласында бүгін керемет оқиға болды. Интернетте бақыт вирусы жаппай тарап, Көкшетау қаласы тұрғындарын бір күнде шын мәнінде бақыт етті. Біз де осы бақыт вирусын асыға күтеміз. Бұл вирус туралы тіпті шетел журналистері жарыса жазып, бақыт вирусы бүкіл әлемге қажет деп жатыр екен. Ал бұл вирустың авторы әлі де табылмады. Қылыншетіп сезімнің, келбірсің көзімнің, қалдым байлап. Өтсіз қалдым әркеліп, келіп тұрсың қол бұрып, қаңқыл жайлап. Күліп қоям өзіңе, түсейін деп көзіңе, жүрмін ғой деп. Елдің маған назары, осы кештің ажары, күлгін көйлек, күлгін көйлек. Сенің күлгін көйлегін, талшыбықтай бойыңа жарасады. Сенің күлгін көйлегін, одан асқан көрмедім тамашаны. Жүрегіме сөйледім, жүрек деген бақытқа жол ашады. Сенің күлгін көйлегін, көрген адам ақылдан адасады, адасады. Сенің күлгін көйлегін. Алихан, ана жұлдызды қараш. Алихан, мен саған жаздым ғой. Қайда? Міне қараш, қара міне. Мен саған WhatsApp-пен звондадым. Міне. Алихан, сен телефоның қайда? Көрсетші қане. Нама сенің телефон, Алихан? Мынандай телефон өмірде әлі бар ма? Иә. Бар.